Баршаңызға қайырлы күн. Жаңа жыл мерекесіне аз ғана күн қалды. Жаңа жыл мейрамында әрбір дастарханнан табылатын оливье салатын енді рулет түрінде дайындап көріңіздер. Ең алдымен осылай қайнатылған картофелімізді, сәбізімізді барлығын көбіктеп турап аламыз. Сәбізімізде қатты үлкен емес етіп көбіктеп турап аламыз. Ыдысымызға салып аламыз. Енді шұжығымызды да дәл солай көбіктеп турап аламыз. Енді маринадталған қиярымызды да дәл солай көбіктеп турап алатын боламыз. Барлығын ыдысымызға салып алдық. Енді осындай бір банка горохымызды қосып аламыз. Үстіне бір шай қасық тұзымызды, қара бұрышты және қалауымызша майонезді қосып, барлығын қасықпен араластырып аламыз. Енді қайнатылған жұмыртқамызды ақ уызы мен сары уызын бөлек қылып, үккіштің майда бөлігінен өткізіп аламыз. Енді пищевой пленкамызды осылай жайып алып, жұмыртқаның ақ бөлігін біртектетіп жайып аламыз. Оның үстіне майонезімізді жұқа етіп жайып алып, үстіне жұмыртқаның сары уызын жайып шығамыз. Енді дайын болған жұмыртқамыздың үстіне жаңағы араластырып алған көкөністерімізді осылай қойып шығатын боламыз. Дайын болған оливье салатымызды осылай рулет түрінде орап аламыз. Орап дайындап алған салатымызды тура 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей барлығымызға белгілі оливье салатымыз дайын болды. Кез келген дастарханның сәнін ашатын салат. Сіздер де міндетті түрде осындай ерекше түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса каналыма тіркеліп алыңыз. Ас болсын.